Петропавлда қарттар мен мүгедектердің қолдау айлығы аясында мерекелік концерт ұйымдастырылды. Қалалық мәдениет үйінде өткен шарада шаһардың өнер ұжымдары ән мен биден шашу шашты. Аманжол Нұртасин әріптесім жалғастырады. 1990 жылы Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен қазанның 1 күні қарттар күні деп бекітілген болатын. Қазақстанда бұл мейрам жыл сайын аталып өтеді. Салтанатты шарада бірінші болып сөз алған қала әкімінің орынбасары Елена Бало аға ұрпақ өкілдерін құттықтады. Старшее поколение. Қала әкімі атынан барша қарияларды мейраммен құттықтаймын. Сіздердің жүріп өткен жолдарыңыз өскелең ұрпаққа үлгі өнеге. Еліміз қариялармен мақтан алады. Сіздерге тілейтінім зор денсаулық, ашық аспан. Бейнеттеріңіздің зейнетін көріңіздер. Петропавлда 40 мыңнан астам зейнеткер тұрады. Оның 134-і соғысқа қатысушыларға теңестірілген тұлғалар мен 5 мыңнан астам тыл еңбеккері бар. Ескендір Нұрымов өмірінің 40 жылын бала оқытуға арнаған ардагер ұстаз. Бүгінде ол да елімізде болып жатқан оң өзгерістерге куә. Қазіргі уақытта біз балалық шақты болған жоқ бізде. Сол балалық шақтың рақатын қазір көріп жатырмыз қартайғанда. Еліміз егемендік алғаннан кейін қарияларға жылда осы көрсететін жақсылықтары мол. Қарттар күніне орай арнайы концерттік бағдарлама әзірленді. Қаланың өнер ұжымдары өз құттықтауларын ән бимен жеткізді. Айта кеткен жөн, бұл салтанатты шара қарттар күні мен мүгедектерді қолдау айлығы аясында ұйымдастырылды. Бүгін қарттар бүкіл автобустарда төлемсіз өтуіне мүмкіншілік бар. Және бір күні мүгедектер азаматтар өздерінің құжаттарын көрсетсе, солар тағы да төлем ақысыз өтеді. Және тағы да концерт болады. Үш күні облыстық драма театрында спектакль болады. Соған да біз ардагерлерді шақырамыз. Қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы аясында Петропавлда бұдан бөлек көптеген шаралар жоспарланған. Бір ай бойы қарияларымыз тегін концерттер мен спектакльдерді тамашалай алады. Аманжол Нұртасин, Азамат Жантурин, ақпарат.